Армысыздар, құрметті достар, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Бүгін адвокат заңгер Тілеужан Кішкенебаев мырза генерал Запаров мырзаның қабылдауына келген болатын, және де қазіргі таңда біле кетейік, қандай мәселемен келген және не туралы ақылдасқан. Бізбен бірге болыңыздар. Біз Алматы қаласының полиция департаментіне келіп отырмыз. Енді бүгін арнайы бізде генерал Запаровтың қабылдауына келдік. Ішке кіріп шықтық Запаровқа. Өзіміздің бірнеше қылмыстық істеріміз бойынша айттық. Енді әр ауданның начальник роботларына тікелей тапсырма берілді. Бірақ енді қаншалықты ол орындалатын белгісіз. Өйткені 2 жыл, 3 жылғы делаларымыз бар. Ал қалған істеріміз бойынша айтып едік. Қалған істерімде тағы бір қабылдауыма келген кезде, онда мәселені қараймыз дегендей қылып жауап беріп отыр. Бірақ бұл генералдың алдына келу үшін 6 ай уақыт өтті. 6 айда ғана кезегіміз келеді екен. Сонда біздің 40 шақты ісіміз қабылдау үшін ол неше жыл уақыт кететінін мен білмеймін даже. Сондықтан бұл мәселені білмеймін, енді Запаровтың алдына қойдым. Біздің қабылдау мәселесін уақытын бізге келістіріп беруді. Одан кейін мәселелердің барлығын списогін бердік. Аудандарға жеке тапсырма беруіңізді. Енді тапсырманы берем деп қалды. Білмеймін қаншалықты ол сөзінде тұратын, тұрмайтын, енді оның бәрі уақыт көрсетеді. Бірақ біз Запаровқа списогін бердік генералға. Енді алдағы уақытта міндетті түрде қандай жұмыстар жүргізіледі, осы генералға кіргеннен кейін жұмыстар жүре ма, жүрмей ма, тағы сол баяғы жартас болып қала ма, оның барлығын алдағы уақытта көреміз, және де сіздермен бірге бөлісетін боламыз міндетті түрде.